Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, керемет болып шығатын творожный чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Бұл чизкейк өте оңай әрі тез дайындалады. Ортасына қалаған жеміс-жидектеріңізді қоссаңыздар болады. Чизкейктің қамырына ұн, қаймақ, жұмыртқа және де қант қажет болады. Ал начинкасына ең басты ингредиент әрине сүзбе, қант, жұмыртқа және қаймақ. Ең алдымен чизкейкіміздің қамырын жасайтын боламыз. Ұнымызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнның үстіне салқын майымызды салып, үккіштің үлкен түсінен өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін осылай қолымызбен, ұнымызбен майымызды жақсылап араластырып, орысша айтқанда крошке жасаймыз. Крошке жасағаннан кейін үстіне жұмыртқамызбен қаймағымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Керекті ингредиенттердің нақты құрамын описаниядан таба аласыздар. Міне, қаймақ пен жұмыртқаны салғаннан кейін осылай қамыр иленуі қажет. Егер сіздерде қамыр болып қосылмаған болса, онда тағы бір қасық қаймақ салсаңыздар болады. Қамырды илегеннен кейін осылай целлофановый пакетке салып, холодильникке 15 минутқа салып қоямыз. Ендігі кезекте начинкасын жасайтын боламыз. Керекті нақты құрамын описаниядан таба аласыздар. Начинкасын жасау өте оңай. Творогқа қантымызды, қаймағымызды және жұмыртқамызды қосып, блендермен жақсылап араластырып езіп аламыз. Міне осындай консистенцияда шығу керек. Жақсылап езген кезде өте қатты сұйық емес, бірақ өз формасын ұстайтындай болуы қажет. Енді 15 минут холодильникте тұрған қамырымызды алып, екіге бөлеміз. Екіге бөлгеннен кейін бір бөлігін осылай қолымызбен немесе оқтаумен жайып, форманың астына саламыз. Осылай артық қалғандарын мен пышақпен алып тастадым. Ал қалған екінші бөлігін қамырдың қолымызбен кішкентайдан бөліп, форманың жан-жағына жабыстырып, тестоның бортигін жасайтын боламыз. Және де сіздерге бір лайфхак, осылай бортикті жасағаннан кейін тестоның үстіне кішкене ұн сеуіп қойыңыздар. Енді начинкамызды тестомыздың үстіне құйып, осылай қасықпен бетін тегістейміз. Енді чизкейкіміздің бетіне әсемдік ретінде әртүрлі жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Егер жеміс-жидектер жоқ болса, мен сияқты варенье қолдансаңыздар болады. Мен осылай қасықпен бір-бірден вареньені кішкенеден тамызып шықтым. Енді торттың жан-жағын, бортигін осылай саусақтарымызбен қысып шығамыз. Сол кезде өте әдемі болып тұрады. Және де саусақтарымызбен қысып болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған духовкаге міндетті түрде қызып тұруы керек. 30-40 минутқа жібереміз. Достар, егер сіздерге менің бұл видеом ұнаған болса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа шыққан видеоларымды ең бірінші болып көре аласыздар.